Барлықтарыңа сәлем достар. Сендермен таказылы Афан және Да ладно. бұл Moses Mobs екінші бөлім. Және бүгінгі бөлімде егер сіз ойласаңыздар, неге мен ағаштың үстіне тұрмын және барлық заттарым жоқ деп ойласаңыздар, мен бұл модты жаңадан бастадым. Себебі бұған екі себеп болды. Но это не точно. Себебі мен ойнаған алдыңғы мирім Moses Mobs моды қосылған, менің аяғым. Короче, ода не қалай айтсам екен. Короче, ол құп кетті. А чё они говорят, что у меня бомбит, но у меня нет бомбит? Ештеңе қалған жоқ. Прям ештеңе. Ойын қатты қуып кетті. Еще көп мегабайт алады. Білесіңдер ма қанша мегабайт алады ол мир? Сіздер таң қаласыздар. 200 мегабайт. Мәссаған. Мен уже видео бастадым, мынау уже бат. Күшті, мен даже таза алып үлгерген жоқ, мынау уже бат барады. Тоқтасай, батпасай. Енді күн жоқ, точнее бар, только ол ән. Әне жақтан келе жатыр, себебі бұл не деген сөз, бұл тан деген сөз. Мен айтқандай достар, Moses Mobs'ты жаңадан бастауға тура келді, себебі мен айтқандай алдыңғы мир өте көп мегабайт болды, және сіздерге негізінде бұл видео емес, сіздерге басқа видео дайындағам. Өте басқа. Сырт айтқанда ол видеода мен осы модты ойнадым. Да ладно. Екінші өлімі болған, бірақ та оның екінші өліммен қалай айтсам екен, өте көп минустар болды. Мысалға, ол видеоның ұзақтығы 7-ақ минут. 7-ақ минут. Мен білемін, 7-ақ минут болса мені адамдар айтады, неге қысқа деп, біріншіден, екіншіден, ол видеода былай ештеңе болған жоқ. Тупо ештеңе болған жоқ. Просто мен жүрдім әлемде, ана мобтар іздеп болды. Сұмдық, айтпақшы достар, егер сіздер білмесеңіздер, мен выживаниенің басында осы пещерда пайда болдым, бірақ та одан кейін стримінді кеттім, себебі мына құбыжықтар жаған жақтағы, міне мысалға клипперге жатыр, ол мені өлтіруге. Сырт айтқанда солар мен ана жерде пайда бола бердім, олар маған келе берді. Это фиаско, братан. Так, клиппер, давай, бері кел. О, привет. Такой қарап тұр, шеткі жақтан тығылып өзінше. Сен тиіспеуші едің ғой. Қазір. Дұрыс. Сәлем. Менде енді бір сұрақ бар, мен енді қалай шығам? Телепортацияның көмегімен мына жаман үңгірден шықтым, және мен одан кішкене железо және кішкене көмір. Ал енді біз выживаниемізді бастаймыз, және сіздер көріп тұрғандай менің регенерациям өте қатты жол болды, себебі мен ағашта пайда болдым. Мына жерде железо, мына жерде көмір болды, өте көп. Және мына жерде сиыр бар, мен оны өлтірем әрине, себебі мен тамақ жегім келеді. Мен просто айтатын нәрсем жоқ та, мен бұл видеоны түнде түсіріп жатырмын, поэтому білмеймін, мен әзілдерім бүкілі өзгеріп кетті, білмеймін. Мен барлық дәуіл тонау берді. Міне ол железо. Так, достар, сіздер менің тактикамды білесіңдер ғой, да? Білесіңдер, әрине. Алдыңғы бөлімде де мен онымен төбелескем, осы бөлімде де төбелесем, енді достар, бұл мен ғой енді. И тоқтасай. Қайда кетіп барасың? Тоқта дейм, күт мені. Күт дейм, мен сені өлтіріп келіп тұр. Кешір, бірақ та екеуміздің біреуміз өліміз керек. Қал ойлайсың, кім өледі, сен бе, мен бе? Ойлану үшін 5 секунд. Айтасың сен. Өлесің. Үйді қандай. Өзінше бол. Не, өзінше құртесің ба не? What the fuck? Сен мен ятсыз. Қайда ану? Колян. Коля. Сәлем. Үшеу ақ желез. Уже кирка жасауға болады, және де қылыш жасауға болады. Да ладно, всем похуй, ты че? Так, мұнда екі тұрғындар арасында махаббат болып отыр, ал мен оларға тиіспеймін. О, тамақ. Так, енді сіздерге бір кішігірім сұраққа жауап келеді. Егер сіздерде сұрақ болса, неге менде скин жоқ деген, мен бұған оңай жауабым бар. Себебі менің скинім тупо Майнкрафтта жоқ. Қалай дейсіздер ол? Мен, ампулда. Мен
сол кезде мен скиндарды істемейді почему-то білмеймін. Мүмкін мені Майнкрафтын қуып кеткен шығар, либо мен... Ладно, все, пока, прощай. Я всегда знаю, что ты долбай. Енді нормальный адам YouTube ашпайды ғой, Ал әлі қарай Левиафан жай ғана ауылды тонап, шошқаларға қарап жүрді. Ал ол өте қызық емес, сондықтан да мен бұны тез сезіп сіздерге көрсетіп жатырмын. Біздің мәссаны қандай дәу ағаш мынау. Ничего себе. Прям мен қота. Гүлдер қайда қарағатсыңдар гүлдер? А че ол жақта не бар? Ол жақта не бар? Түсінікті не қарап жатқарың қарай беріңдер. Түсінікті. Гүлдер анандай ғой. Түсінікті. Достар, сендер бұны көріп тұрсыңдар ма? Иә, бұл екінші ауыл. Бірақ та жаман айтайын ба? Бұл Моузис мобтағы мобтар емес, маған Моузис мобтары керек. Мен оларға обзор түсіп отырмын. Обзор, бұл выживание емес. Бұл обзор. Ну ладно, выживать ете берейін. Ну оқырмандар, мыналар да сүйісіп отыр. Түсінікті мұнда бүкіл нелер, сиырлар анандай, жануарлар бір-бірімен андай. Бір-бірін атады, короче. Қандай күшті ауыл деймін. Мені күн батып жатыр, күшті. Мен бір күннің ішінде, ойлаңдаршы, әнәу алыс жақтардан осында келіп үлгерген ғой, прикиньте. Ничего себе, мен жындымын, Сен қалай бір секунд жын кетті? Бля. Мен білем, мен әзілден бір күн жынна тейді, бірақ та мен сөйтіп айтуым, бұл менің міндетім, обязательно, либо өзің білесің ғой, короче, не айтадым, немесе андырып любой сәтте. Бітті, қазір бір түрлі болды. Қысартып айтқанда, немене андырай бересіңдер деймді, неге мен темір заттар жасамай. Ну ладно. Эй, Галем, привет. Галемге похуй. Ол өз-өзімен жүр ғой. Өзіме кішкене ағаш алдым. Ал енді ұйықтайын. Төсекті қайда? Нан. Қараңдар. Нан толып тұр. Олардың барлығын қай алып кетейін. Бірақ ең алдымен ұйықтап алайын. Ана жақта уже нелер келе жатыр, өте жақсы жандар. Жарайды, ал мен ұйықтай берейін. Ержан, тұр дедім ғой саған. Қайырлыдан барлығында. Бірақ менің таным жаман басталды да. Жоқ, нормально. Мен ойлағым ол кәмені ұрама деп жоқ. Паук, молодецсің, короче, молодец. А мен өзіме кішкене не алдым? Жарайды, бұл бір түрлі ол. Кішкене өзіме не алдым? Ал дәп қазір мен Галемді өлтіруге балым. Галем. На. Бұл уже екінші Галем бүгінгі өлімді өлтірген. Ешкім қорамайды. Алма бұл менің железім. Көп қоймейдім. Вообще ужас. Немене тұрғындар өсіп бара жатыр. Не заман қазір, Мен железімді алып кетуге дайында, аштықтан өліп атқаннан. Жат сендерге, жат. Сендер клинсіңдер. Мен сондай не жарайды. Көрдіңдер ма сендердің Левиафандарын қуып атыр, короче. Көрдіңдер ғой сендер Левиафанның не істегендерін. Достар, сендер бұл не? Дұрыс. Бұл қарлы, короче, не? Тау. А сіздер білесіздер ма, қарлы тауларда не болады? Дұрыс айтасыздар. Қарлы тауларда қарлы құбыжық болады. Қалай сен бұны білмейдің? Сендер қарлы құбыжық әлі білмейсіңдер ғой. Короче, мен Моузис мобсты полностью қарамадым, бірақ та мен бір көзбен көрдім, что мынандай жерлерде бір қызықты моб пайда болады. Так, достар, дәп қазір мен резко камераны қосқан себебім, мен Фрост Маудың жанын көріп тұрмын. Значит, мына жерде Фрост Мау бар. Мәссі. Қарыңдар, чапшау. Қарыңдар қандай дәу. Мәссаған. Ол жақсы ғой,
Ну ол ұйықтап отыр. Ұйықта балапан, ертең сені үйден шығарам. Қолында бір нәрсе ұстап тұр анау. Анау қолында бір нәрсе ұстап тұр, шын айтам. Мен оны сенен тартып алам. 6 hours later. Жаңа ғана мен паузаға қойып анаған төбелесейін десем, резко мен оған жақындағанда ол қолындағысын бәлесін жек қойды. Бір таблетка жеп алған сияқты. Қысқартып айтқанда ол бәлесін жеді, сосын резко тұрды. Прекратите, мне страшно! Так мен оған түсуге тырысам қазір. Эй, құбыжық. Сәле. Ой. Айғалама. Айғалама. Крутой ме едің? Айғалуға болмайды. Не істеп отыр мынау? Дыханияң әдемі екен, брат. Дыханияң күшті екен прям. Морозная свежесть. Міне колгейтпен тісті жусаңдар, ауыздарынан күшті шығады, көрдіңдер ме? Молодец. Колгейтпен тісін күн сайын шығады, міне ауызынан күшті шығады. Не істеп отсың сен вообще? Не істеп отсың? Кімге еріп отсың? Ана жаққа ұрып отсың ба? Сен қуасың ба? Жоқ, сен қуасың ба? Шошқа өкініп отқан шығар мында келген үшін. Бля, не үшін мында келдім? Кеттім мен нахуй. Все, давайте, мен кеттім. Ал нелер, қойлар өліп отқан шығар. Мынау не деп. Қарағаны қойға өліп отыр. Сарт айтқан достар, егістер ойласаңыздар, неге оны жаққа дейіп барды. Жаны кішкене азайтын. Короче, мен оға келдім ғой. Білесіңдер не болды? Дұрыс айтпадыңыз. Короче, ол бар ғой. Не істеді ғой. Короче, мен оны ұрдым ғой. Оказывается, ол өлімсіз екен. Ретінде ол тупо өле алмайды. Мен оны қазір өлтіріп көруші едім. Жарекке өлтіріп көрем, өзім өліп қалмасам. Наконец-то мен оны өлтірдім, достар. Жаңа сіздер көрмей тұрғанда бар ғой, короче. Ол мына жерден құлады ғой, прикиньте, өмірдің жартысы бітіп қалды, прикиньте. Так, одан не түсті екен? Так, осыдан одан ештеңе түспесін. Мен оны тірілтемді қайттан өлтірем. Так, одан опыт түсті. Так, одан хоть бір нәрсе түсті ма? Оның қолындағысы бәлесі түсті ма? В смысле жоқ. Иә, достар, сіздер түсінгендей, одан ештеңе түскен жоқ. Это фиаско, братан. Ештеңе түскен жоқ. Мен сонда не үшін тырыстым деймін да? Ну ладно, сіздерге хотя бы жаным ұқтық сезім. Жарайды, достар, видео көргеннен үшін рахмет, лайк бас, мен орнына жазылдар. Және бұл выживание жалғасаң, қаласаң, әрине лайк бас. Ал сен жаңадан келген оқырман болсаң, менің орныма жазыл. Барлықтарыңа пока-пока.